بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Құрметті бауырлар, қадірменді тыңдарман қауым, біз бүгін Аллахтың мейірімімен жаңа кітап бастағалы отырмыз. Әрі аса жоғары Раббымыздан бізге осы ісімізде күш-қуат беруін және медет беруін сұраймыз, және осы ісімізді Алла Тағалаға шынайы ықыласты болуын және мұсылман бауырларымызға, әпке қарындастарымызға пайда болуын тілейміз. Ол да болса, атақты кітап имам Хафиз Абу Закария Яхия ибн Шараф ан-Науауидің 40 хадис жинағы кітабы, және осы кітапқа шейх Абдул-Азиз ибн Баздың, Аллах оны кең рахымына бөлесін, жасаған шархы. Біз не үшін осы шархты таңдадық? Басқа шархтардың ішінде ең алдымен біздің аудиториямыз және өзіміздің деңгейіміз, білім талап етудегі осыған сәйкес болғандықтан. Яғни шейх Абдул-Азиз ибн Баздың шархы қысқа, шағын, яғни және ең негізгі мәселелерді қамтыған. Оның қолданатын тәсілі де өте қарапайым және түсінуге ыңғайлы. Шейх Абдул-Азиз ибн Баз бұл 40 хадис жинағына жасаған шархын толығымен аяғына жеткізе алмады. Яғни ол осы шархты соңына дейін жеткізуден бұрын қайтыс болып кетті. Аллах оны кең рахымына бөлесін. Бірақ басқа кітаптардың, мысалы хадис жинақтарының жасаған шархтарының ішінде осы 40 хадистің құрамына кіретін қалған хадисті де сол кітаптардың құрамында түсіндірген болатын. Сондықтан да осы кітаптың құрастырушысы, Аллах оған разы болсын, басқа кітаптардың ішіндегі түсіндірмелерін жиынтық етіп, осы адыларыңызға тарту етіп жатқан кітапқа қосып, сөйтіп шейхтің қоғамдық қоры осы кітапты Арбаин ан-Науауидің шархы деп шығарды. Сонымен осы кітаптың құрастырушысы Әлхамдулиллахи нахмадуху ва настаинуху ва настағфирух деп өзінің кіріспе сөзін бастайды. Яғни біз Аллахқа бүкіл мақтау мадағымызды айтып, одан көмек сұраймыз және одан өзіміздің күнәларымыздан кешірім сұраймыз. Ва наузу биллахи мин шурури анфусина ва саййиати аъмалина. Және біз Алла Тағаладан өзіміздің нәпсілеріміздің жамандығынан және жасаған амалдарымыздың, жаман амалдарымыздың кесірінен пана сұраймыз дейді. Май яхдихиллаху фала мудилля лах. Кімді Аллах тура жолға салса, оны ешкім адастыра алмайды дейді. Ва май юдлил фала хадия лах. Әр кімді ол тастап қойса, яғни адастырса, оны ешкім тура жолға сала алмайды. Ва ашхаду ан ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика ла ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу. Әрі мен Аллахтан басқа құлшылыққа лайықты құдайы жоқ, және мен Мұхаммад Аллахтың құлы әрі елшісі деп куәлік беремін дейді. Содан кейін амма баъд фа инна китаба арбаин ли имам ан-Науауи рахимахуллаху يعد من الكتب الجامعة التي اشتملت على أهم الأحاديث التي عليها مدار الإسلام дейді. Имам ан-Науауидің, Аллах оны рахымына бөлесін, Арбаин, яғни 40 хадис деген кітабы, ол өзінің құрамына олардың айналасына бүкіл ислам діні шоғырланатын ең маңызды, ең негізгі хадистерді жинаған өте керемет кітап болады дейді. وقد أشار رحمه الله إلى ذلك بقوله في الحديث التاسع من هذه الأربعين. Әрі имам Науауидің өзі де бұған, бұл кітап өзінің құрамына осындай хадистерді жинағандығына, бүкіл исламның мағынасын қамтитын, исламның негіздері болып табылатын хадистерді жинағандығына, ол өзінің осы жинақтағы 9-шы хадиске жасаған шархында وهو حديث عظيم كثير الفائدة
وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام وقد جمعتها في جزء فبلغت 40 حديثا дейді. Яғни осы 9-шы хадиске түсіндірме жасап, бұл өте ұлы және пайдасы көп, мол хадис, және оның айналасында бүкіл исламның негізгі қағидалары болып табылатын хадис. وَقَدْ جَمَعْتُهَا فِي جُزْءٍ فَبَلَغَتْ 40 حديثًا. Әрі мен осындай хадистерді бір топ қылып жинадым, және олар 40-қа жетті дейді. Содан кейін осы кітаптың құрастырушысы وقال أيضا رحمه الله في الحديث العاشر من هذه الأربعين وهذا الحديث أحد الأحاديث التي هي قواعد الإسلام ومباني الأحكام дейді. Осы хадисте келтірілетін, осы жинақтың ішінде келтірілетін 10-шы хадиске түсіндірме жасап, имам ан-Науауи былай дейді: бұл хадис исламның қағидаларының бір қағидасы болатын, және исламның үкімдерінің негізі болып табылатын хадис болып табылады. وَقَدْ جَمَعْتُ مِنْهَا 40 حديثا في جزء дейді. Әрі мен осындай хадистерді бір топ қылып жинадым дейді. Және осындай хадистердің 40 хадисін бір топ етіп жинадым дейді. Содан кейін кітаптың құрастырушысы وأصل هذا الكتاب كان مجلسا من مجالس الإمام أبي عمرو ابن صلاح رحمه الله ذكر فيه الأحاديث التي يدور عليها علم الشريعة дейді. Әрі имам ан-Науауи осы кітапты 40 хадисті жинауына негіз болған, ол Әби Амр ибн Салах, Аллах оны рахымына бөлесін, ұлы мұхаддис ғалым, соның білім мәжілістері болатын. Сол білім мәжілістерінде ол шариғаттың діңгектері болып табылатын хадистерді түсіндірген мәжілістері болатын. Уассамаху әл-ахадис әл-куллия, және сол шейх ибн Салах, Аллах оны рахымына бөлесін, жалпы мағынада немесе жалпылама хадистер деп атаған болатын. Закара фихи 26 хадисен, және сол мәжілістерінде ол 26 хадисті түсіндіріп атап өткен болатын. Фаназара фихал имаму ан-Науауи рахимахуллаху вазадаха 16 хадисен. Әрі имам ан-Науауи сол 26 хадиске қарады да оған 16 хадис қосты. Фасара әл-маджму 42 хадисен дейді. Сөйтіп жалпы имам ан-Науауи жинаған хадистердің саны 42 болды дейді. Уассамаху ан-Науауи рахимахуллаху әл-арбаун фи мабанил ислам ва қауаидил ахкам. Және имам ан-Науауи осы өзінің 40 хадис жинағын исламның негізі болып табылатын, іргетасы болып табылатын, және ислами үкім, шариғат үкім ережелерінің қағидалары болып табылатын 40 хадис деп атады дейді. Лакиннаху иштахара бисми 40 ан-Науауия тажауузан дейді. Бірақ адамдардың арасында ол осы атпен белгілі болып кетті, және осы атпен оның таралып кетті. Яқулу имам ибн Раджаб al-Hanbali рахимахаллаху واشتهرت هذه الأربعون التي جمعها وكثر حفظها. бұл имам ан-Науауи жинаған 40 хадистер, олар өте танымал, адамдардың арасында өте таралды, және оны жаттау да көбейді, оны адамдар көп жаттайтын болды. وَنَفَعَ بِهَا بِبَرَكَةِ النِّيَّةِ الْجَامِعِهَا дейді. Және Алла тағала осы хадистерді жинаған имам ан-Науауидің ниетінің дұрыс болғандығы себебінен оған берекет берді дейді, оған береке берді дейді. Уахусни қасдихи рахимахулла. Және имам ан-Науауидің алдына қойған мақсаттары дұрыс болғандықтан, игі болғандықтан, міне оған осындай береке берілді дейді. Содан кейін осы кітаптың авторы ولا زال العلماء يشرحونه إلى يومنا هذا дейді. Әрі ғалымдар, солардың ішінде ертедегі ғалымдар, имам ан-Науауидан кейін өмір сүрген, және бүгінгі заманның ғалымдары да осы хадистер жинағына түсіндірме жасауды
тоқтатқан жоқ дейді. وكان الإمام العلامة سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله شرع في شرحه حتى وصل إلى حديث الثاني عشر дейді. және шейх ғұлама Абдул-Азиз ибн Бас, Аллах оның рахымына бөлесін, осы хадистердің түсіндірмесінде шарх жасауында 22-ші хадиске дейін жетті дейді. Thumma lam yukmilhu ala haddil ilmi дейді. Бірақ ол осы хадистерді соңына дейін, түсіндірмесін соңына дейін жеткізе алмады дейді. Илля анна шейх рахимахуллах қама бишарх бақил ахадис фи мавадих ухра мин кутубихи дейді. Бірақ шейх Абдул-Азиз ибн Бас қалған хадистерді басқа орындарда, басқа кітаптарға шарх жасаған кезде солардың құрамында осы хадистерге түсіндірме жасап кетті дейді. وَاسْتَحَرْتُ اللَّهَ تَعَالَى فِي جَمْعِهَا فِي كِتَابٍ وَاحِدٍ дейді. Сондықтан да мен осы шейх Абдул-Азиз ибн Баздың 40 хадиске бастап жинаған 22 хадисіне қоса басқа орындарында осы 40 хадистен қалған хадистердің түсіндірмесін жинауға Аллах тағалаға истихара оқып сұрадым дейді. لِيَنْتَفِعَ بِهَا الْمُسْلِمُونَ عَامَّةً жалпы мұсылмандар осыдан пайда алу үшін дейді. وَالطُّلَابُ الْعِلْمِ الْخَاصَّةِ әсіресе білім талап етушілер дейді. فَإِنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ مِنْ أَهَمِّيَّةِ بِمَكَانٍ дейді. Өйткені бұл хадистер өте маңызды хадистер болып табылады дейді. يقول النووي رحمه الله كل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين дейді. Және имам ан-Науауидің өзі бұл 40 хадистің ішінде жиналған, келтірілген әрбір хадис діннің негізгі қағидаларының бірі болып табылады дейді. وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه дейді. Және ғалымдар осы хадистерді, яғни исламның діңгегі болып табылатын хадистер дейді. Ау хуа нисфул ислам, немесе соның құрамындағы хадистерге ғалымдар ол исламның жартысы болып табылады деп сипат берген дейді. Ау thулус, немесе бұл хадис исламның 1/3 бөлігі болып табылады дейді. Ау наху залик, немесе осындай ғалымдар тарапынан өте жақсы сипаттар берілген хадистер болып табылады дейді. وَيَنْبَغِي لِكُلِّ رَاغِبٍ فِي الْآخِرَةِ أَنْ يَعْرِفَ هَذِهِ الْأَحَادِيث дейді. Содан кейін автор, яғни құрастырушы, әрбір ақыретті қалаушы әрбір адамға осы хадистерді білу керек дейді. لِمَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْمُهِمَّاتِ, өйткені олардың құрамында діндегі өте маңызды нәрселер қамтылған дейді. وَاحْتَوَتْ عَلَيْهِ مِنْ تَنْبِيهِ عَلَى جَمِيعِ الطَّاعَاتِ, және олар өзінің құрамына жалпы құлшылық ғибадаттарға, Аллахқа мойынсұнушылық амалдарына назар бұрылған дейді. Ерекше оларға көңіл бөлінген дейді. وَذَلِكَ ظَاهِرٌ لِمَنْ تَدَبَّرَهُ, және бұл соған ой салатын адамға айқын болады дейді. Яғни бұл хадистерді оқып соған ой салатын болса, шындығында да бұл хадистер діннің негізі, діннің қағидалары болып табылады. Құрастырушы аса жоғары Аллахтан осы кітапты пайдалы етуін және оның ардақты дидары үшін ықыласты етуін және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салауаттарын айтып осы кіріспе сөзін аяқтайды да өзінің атымен таныстырады. Ал ол да болса Аш-Шабрауи ибн Аби Муати әл-Мысри. Сөйтіп бұл бауырымызға Алла тағала разы болсын деп айтамыз. Сондықтан да келесі біздің сабағымызда имам ан-Науауи мен шейх ибн Баздың өмір баянына өтетін боламыз.